Құрбан айт мұсылман жұрты үшін қасиетті мерекелердің бірі. Биыл қасиетті күн 6 маусымда басталады. Мереке қарсаңында Таразда айтқа дайындық қызу жүріп жатыр. Шариғат бойынша құрбандыққа шалынатын мал белгілі талаптарға сай болуы тиіс. Толығырақ тілші тарқатсын. Қазір біз Тараздағы орталық мешіттің алдындамыз. Айт қарсаңында мұнда келетін халықтың қарасы көбейген. Бірі діни парызын өтеуге ниет етсе, енді бірі құрбандық шалудағы талаптарды нақтылап алуға келген. Жалпы құрбандық шалу кімдерге уәжіп, кімдерге міндетті емес. Құрбандыққа шалынатын малдардың шариғаттағы талаптары қандай? Арнайы мамандардан сұрап білдік. Құрбан айт исі мұсылман үшін қасиетті, бай, бұлай айтқанда 85 грамм алтынға шамасы жеткен бақуатты адамдар үшін құрбандық шалу уәжіп. Яғни ұлық болған құлшылық. Құрбандық шалу негізінде жоқ жетіктерге міндет емес. Өйткені құрбандыққа біріншіден шамасы болу керек, яғни бақуатты адамдар. Имамдар құрбандықты бай мен кедейдің арасын жалғайтын көпір деп сипаттайды. Еттің 3-1 өз отбасыңызға қалса, қалған бөліктері туыстар мен мұқтаж жандарға берілу керек екен. Шариғатта айтылғандай, бұл жаратқанға ұсынылатын құрбан. Сол себепті құрбандыққа ұсынылатын малдың сапасына мән беру мұсылманның парызы. Міне бұлар 1 жасқа толған құрбандық шалуға жарамды қойлар. Қазір халық бұлардың анықтамасына, тіпті мөріне шариғатқа сай болуында жіті қарайды екен. Биылғы баға шамамен алғанда 60 мың теңгеден басталады. Сатушылардың айтуынша мереке жақындаған сайын қойларға деген сұраныс артады екен. Қазіргі таңда баға нарыққа байланысты. Біз енді асақтатып жоғары бағалар көтермейміз. Сол енді 1 жасар малдардың 55 мыңнан жоғары кете береді. Ірі малдар 70-тің үстінде. Құрбандыққа шалынатын мал жасқа толу керек. 1 жасар малдан жоғары қарай шалына береді құрбан. Енді жалпы көп адамды білмей енді қозы лақ сойып жатады. Ол енді құрбандыққа ол жарамайды. 12 мүшесі сау болу керек. Құлағы бүтін, ақсақ, тоқсақ, қотыр болмайды. Денсаулығы таза мал сойылады. Айта кетейік, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы жылда онлайн түрде құрбандық шалуға болатынын мәлімдеді. Құрбандық шалу рәсімін құрбан 2025.kz ресми сайты арқылы онлайн тапсырыс беріп жүзеге асыруға болады. Ал Тараз қаласында санитарлық талаптарға сай арнайы белгіленген орынды Исатай бір аумағында мал сою пунктінде құрбан шалуға рұқсат берілген. Назерке Шайзадаева, Аңсар Тілепберген, Мейіржан Ерболатов, 24 News.